Ата-анаңызға протез салдырмақшы болсаңыз, бұл видеоны ақырына шейін көрің. Қазір біз сіздерге протездің түрлері хақында түсінік беріп өтеміз. Протездің простой, эластичный, вакуумный һәм микропротез деген түрлері бар. Олардың бір-бірінен farқы, микропротез бір ямаса екі тіс жоқ уақытында салынатын протез. Вакуумный, яғни функциональный протез ұлыма адам аузында тіс жоқ уақытында салынады. Бұл протез адам аузынан түсіп кетпей, плотно жабысып ұстап тұрады. Эластичный, яғни термопласт протезлер. Бұл протезлер адам аузында 3 яки 4-5 тіс болса салынады. Бұл протезлер тісті замок қылып ұстап тұрады, һәм аузынан шығып кетпей тұрады. Вакуумный, яғни функционал протезден простой протездің farқы қалып алыну һәм істеу жолы. Вакуумный протездің плюс жері аузыңызды вакуум ұстап тұрады. Простой протезде ондай қасиеттер жоқ. Қайсы бірін салдыру дұрыс болады? Ұлымалық қылып айтқанда, һәмме протездің салдыратын өзінің орны бар. Протез тағудың өзіне жараса қиыншылықтары бар. Алдын протез тақпаған адам басында бірден үйреніп кетуі қиын болады. Соның үшін тістеріңізге жақсылап қараң, һәм сол менен протез тағудың алдын алған боласыз.